пәнінің 7-ші сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі тақырыпта біз түрлі ойындар ойнайтын боламыз, сондықтан міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңдар, Кітап пен дәптерімізді аламыз, оны ашамыз және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және құрметті ұстаздар, ата-аналар, сіздерге осы слайд қажетін болатын болса, комментарийге номерлеріңізді қалдырыңыздар. Өйткені мен группа ашып жатырмын, сол группаға бірден жіберетін боламын. Оқулықпен жұмыс. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Мәтінді мәнерлеп оқы. Қыс. Өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қыстыгүні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады. Жылы киім киеді. Авторы Міржақып Дулатов атамыз, Балалар, жауап беріп көрейік. Бапсыз, жайсыз, қолайсыз деген мағынаны білдіреді. Бұл түсіндіру. Ал енді сұраққа жауап беріп көрейікші. Қыста орманда, өзен, көлде қандай өзгерістер болады? Оның себебі неде деп ойлайсың? Уақыт кетті. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Қыста орманда, өзен, көлде мұз қатады. Жаңа мәтінді дұрыс оқыған және түсініп оқыған балалар бірден жауап береді. Оның себебі дала суық, қар болғандықтан далада мұз қатады және қыс айы болғандықтан. Басқа аңдар туралы не білесің? Өзіңнің үйіңде түрлі жан-жануарлар, немесе жыртқыш аңдар туралы айтып берсең болады. Жарайсыңдар. Тапсырмаға сәйкес ойын ойнап көрейік. Мына үй жануарларын атайықшы. Бұл не? Бұл мысық. Бұл жолбарыс. Бұл күшік, Дұрыс айтасыңдар. Енді осының ішінде қайсысы үй жануары емес? Қайсысы үй жануары? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бірінші мысық үй жануары. Жолбарыс ше? Жоқ, ол үй жануары емес, ол қатал, жыртқыш аң. Сондықтан олар далада өмір сүреді. Ал күшік болса, ол үй жануары. Жарайсыңдар балалар. Мен жаңа мәтіннің авторын дауыс ырғағымды қатаңдатып айттым, Ендеше мәтіннің авторы кім? Бұл суреттегі Міржақып Дулатов. Екінші жаттығуға көшейік. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, өз сөздерді көшіріп жаз. Бірінші сөз қалай аталады екен? Бірінші сөз өзен. Әріпі қойылды. Күндіз, қыстыгүні, киім. Ендеше балалар, мен барлығын айта берсем, сендерде ешқандай да нәтиже көрініс таппайды. Сондықтан міндетті түрде сөздердегі дыбыстардың қайсысы дауысты болатын, қайсысы дауыссыз болатын өздерің дәптерлеріне жаза қойыңдар. Суретке мән береміз. Сурет бойынша сөз жұмбақты шеш. Қолына қалам алып келе жатқан, бұл шананы сүйреп келе жатқан, қалам емес шана, кешірерсіздер, шатасып кеттім. Шананы сүйретіп келе жатқан, бұл қоян. Мына жерге қоян деп қоямыз, Екінші, нені көрсетіп тұр балалар? Шырша. Үшінші, мынау қандай құс? Қыс айында болатын қарға ма? Жоқ, қарға емес, қарғаға ұқсамайды және қарға. 5 сөзден тұрады. Дұрыс айтасыздар, бұл сауысқан. Сонда бізде қыс деген сөз шығады, Қоян, шыршаның ысы және мына жерде сауысқанның сысы. Жарайсыңдар балалар. Өткенді қайталау мақсатында және есте сақтап
қалу мақсатында мен мынадай төменде көрсетілген әріптерді екіге бөліп жазу керек. Дауысты және дауыссыз. Біз әріптерді әліппе сабағында өткен болатынбыз. Және осыған комментарийге дұрыс жауап берген балаларға арнайы сыйлығым болады. Әр айда бір сыйлық ойнатып тұрамын. Сондықтан міндетті түрге классыңды барлығын жазып тұрыңдар, балалар, сыныптарыңда. Сау болыңдар. Сұрақтар болса комментарийге, және баланың зейінін қалай ашуға болатындығын, құрметті ата-аналар, мені көретін ұстаздар, осыған байланысты мен каналымда жаңа видео жүктеймін. Соны міндетті түрде қараңыздар. Ол сіздердің балаларыңызға және сіздерге сабақ барысында өте